сынай шайдың шай ішіп алдым. Так, тоқта. Мен Дежинсан ғой. Я Дежинсанның дауысы шығып жатыр. Біреулер қолаған сияқты, тұра тұр, тоқта. Біреулер қолаған сияқты, нечестно мына болмайды. Мұқчөл, тұр. Мұқчөл, тұр. Не болды? Әлі тұр ғой. Тұр, мен ана Дежинсанның дауысын естідім. Дежинсанның көрмесі қайда еді? Су? Болды, Мұқчөл. Шайық құрсын. Так. Мәқ сынып тұр ғой, Мұқчөл. Мұқчөл, қарасай. Мұқчөл, келатсың ба? Мына жақ сынып тұр ғой, қарасай. Так, болды, қойшы мәқтен шығып көріп, кәнт не болып жатыр бұл жерде? Ма. Не болып қалды? Не болды, Мұқчөл? Мұқчөл, не болды? Қолбасшы, сіз араласпай қойыңыз, мен өзім араласам. Кіммен, қай жерде ол? Кім, қай жерде? Біреумен ұрғандай болды. Түсініп тұрған жоқпын ше? Мынау кім? Мынау жендет. Так, қай жерге қашып баратыр ол? Так, тұра тұр. Қазір мен ұстап алам. Так, қай жерде? Кіммен қырылып жатсың сен? Қай жерде анау? Қай жерде ол? Мін, бергел. Қазір мен сені ұстап алам. Бергел, қаяқта. Мұқчөл қолбасшы. Ол Көгөренің ең мықты қолбасшыларының бірі болған. Ол 625 және де 645 жылдар аралығында өмір сүрген Көгөре қолбасшысы болған. Ол небәрі 15 жасынан бастап қолбасшы атануға тырысқан және де өзінің билігін нығайтуға тырысқан. Бірақ та ол 645 жылы таң елінен келген жендеттің қолынан қаза табады. Ол азат тұту күнінде болған ұлы қолбасшылардың қатарында да болған. Енді Мұқчөл қолбасшы өзенге батып, ол жерде тұншығып қайтыс болды. Арада бір күн өтті. Йодон бекінісінің жан-жақтарында. Бұлай болады деп кім ойлаған, а? Дежинсанды таң елінің жендеттері алып қашып кетті дегенде, Дежинсан артынан қуды. Дежинсан үсті-түссіз жоғалып кетті. Мұқчөл да үсті-түссіз жоғалып кетті. Жоқ, айтпақшы, Мұқчөл қайда? Ол да үсті-түссіз жоғалып кетті. Екі бірдей қолбасшылар жоқ болып кетті. Енді мен бір өзім не істеймін, а? Мұқчөл жалғыз дегенде, жалғыз досым еді, ол сияқтағы Йодон бекінісіндегі. Енді Йодон бекінісінде қолбасшы жетіспейді. Құры мен ғана басқараман не мына аяқта? Бір өзім басқарамаймын ғой. Біраз сарбаздарды өлтіріп кеткен. Қапқырсығай, таң елінің жауынгерлері шабуыл жасаған бізге. Қапқырсығай. Бұны қалай анықтасақ болады екен, а? Қара. Маяқта Дежинсан мен Мұқчөл қолбасшы жатқан. Мұнауың чота, екеуі бір бөлмеде жатып. Емай, жоқ, тоқта. Маяқта бірінші мына бөлмені біз дейтін Дежинсан қолбасшыға бергенбізді. Содан кейін барып, тоқта, кеше түнде маяқта Мұқчөл қолбасшы тұрды. Сонда екі бірде қолбасшы осы бір бөлмеде болды да, бірақ аяқ астынан таң елінің жендеттері келді да, сонда Дежинсан мен Мұқчөлді ұстап алды ма екен әлде? Дежинсан өлді ме екен, или Мұқчөлді ұстап алды ма екен? Немесе Дежинсан қашып кетті, или Мұқчөл қайтыс болды? Тоқташы, мен әше түсініп тұрған жоқпын. Екі қолбасшы да үсті-түссіз жоғалып кетті. Немесе екі қолбасшы да қайтыс болды. Екі қолбасшыдан да айырылып қалдым. Енді не деймін, а? Ханемге не деймін? Божан ханға не деймін енді, ханемізге не деп айтам? Йонгасыму мырза, әсіресе Йонгасыму мырза қатты ашуланады. Қаяқ құрсыға, екі бірде қолбасшыдан айырылып қалдық қой. Екі қолбасшыдан айырылып қалдық. Енді кіммен мәжіліс жасаймын? Бір өзім болмайды ма? Мен хат жіберуім керекпін. Бір сарбазымды ертіп, ана куындағы амалын айтуым керек, болмайды әйтпесе. Көмек сұрауым керек, бір-екі қолбасшы жіберу керек, болмайды әйтпесе. Жоқ, болмайды мынау. Құр өзім қалдым. Блин, жақсы қолбасшылар еді.
марқұм қолбасшылар. Бірақ екі қолбасшының біреуі тірі, немесе екі қолбасшы қайтыс болып кетті, немесе екі қолбасшының біреуі тірі болуы мүмкін. Қаяқтан білейін әркім, басым қатып кетті. В общем, мен Кугуруға хат жіберуім керекпін. Бірінші бөлімнің соңы. Басты рөлдерде ойнаған Көсеубай Бақберген, Жаңгырбай Нұрмұхамед, Аманқұл Алия. 2021 жыл